Сәлем достар, бүгін сіздермен дәмі ерекше болатын трайфл дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер салатын боламын. Алдымен біз трайфлдың бисквитін дайындайтын боламыз. Керек заттарымызды дайындап алып, сіздерге мен описание қалдыратын боламын. Алдымен құрғақ заттарымыз, яғни ұн, какао, разрыхитель, шым-шым ванилинімізді салып, араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін қантымызды жұмыртқамызға салып, миксерлейміз. Аппақ болып көпіріп, көлемі сәл ұлғайғанша осылай миксерлейміз. Ал енді біздің сұйық заттарымыз сүтімізді, сұйық майымызды, суымызды құйып, тағы да араластыратын боламыз. Біркелкі араласып болғаннан кейін құрғақ заттарымызды ситаның көмегімен өткізіп саламыз. Ситадан өткізу міндетті, себебі какаоның, разрыхительдің, ұнның құрамында түйіршіктер болуы мүмкін. Ситадан өткенде олардың бәрі майдаланып, қастың көмегімен өткізіп жіберіп, осылай бізге біркелкі қамыр болғанша миксердің көмегімен араластырамыз. Осындай қоймалжың қамыр шығады. Осы арада біз пешімізді қыздырып қоямыз. Әркім пеші әртүрлі. Менде әсел пеш. 180-200 градуста пісірсеңіздер болады. Осылай противеньге құйып, дайын болған қамырымызды біркелкі етіп жайып, қызып тұрған пешімізге пісуге жібереміз. Осылай біздің бисквитіміз дайын болды. Ол бисквитіміз суытуға жібереміз де, біз кремімізді дайындаймыз. Кремімізге бізге творожный сыр мен сахарный пудрамызды бірінші біркелкі етіп араластырып аламыз. Түйіршіктер қамайтындай болып біркелкі араласуы керек. Біркелкі араласып болғаннан кейін салқындатылған сливкімізді өлшеп құямыз. Сіздерге описание қалдырамын мөлшерінің бәрін. Сол жерден өлшеп құйып жасаңыздар. Қатты қою емес, жұмсақ крем шығу керек. Осындай жұмсақ крем шықты. Ал енді осы кремімізді салқындатып қоямыз да, алдымен біз бисквитімізді осылай майда бөліктерге бөліп жібереміз. Осылай бөліп дайындап аламыз. Майда бөліктерге бөліп болғаннан кейін осындай трайфлдың ыдысына орналастырамыз. Осындай менде 3 ыдыс шықты. 700 граммдық ыдыс трайфлдың ыдысы. Осылай бір қатар қойып алғаннан кейін кондитерский мешокқа қойылған кремімізді жұқалап жағып шығамыз. Осылай жұқалап жағып шыққаннан кейін қастың көмегімен тегістеп жібереміз. Тегістеп алып, біздің дайындаған бөліктерге бөлген осындай бисквитімізден тағы бір слой қойып шығамыз.
міне осылай бір бөлік тағы да қойып шыққаннан кейін кремімізді жұқалап тағы да бетіне қойып шығамыз. Міне енді бетіне ганаш құюға дайындаймыз. Тегіс болуы керек креміміз. Ганашымыз бізде шоколад пен сүт, әр үйде болатын сүт. Екеуін араластырып, ерітіп, ыстық сүтке ганашымызды дайындап алып, осылай бетіне құямыз. Міне құйып болғаннан кейін өздеріңіз қалаған бойынша әрлесеңіздер болады. Мен үйде бар мындай вафельный крошкамен әрледім. Сіздер қалауларыңыз бойынша әрлеп, жемістер қойсаңыздар да болады бетіне. Осындай дәмі тіл үйретін трайфлды міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі де өзі де ерекше болатын трайфл. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бұдан да керемет рецепттер салатын боламын. Сау болыңыздар.